Сәлем достар, біз қазір Бурабайдағы жалғыз аквапаркқа шолу жасаймыз. Бурабайдың аквапаркі. Ожидание и реальность. В Инстаграме вообще бәрі басқаша. Үлкен болып көрініп тұрды ма? Жаңбыр жауып жатыр. Вау! Офигеть! Дала жаңбыр бізге міне тапчанда отыруға рұқсат берді. Қазір мұнда тамақ ішеміз. Негізі мынау тапчандар ақылы 10 мың ба? Иә, 10 мың тұрады. Мынандай тапчандар. Балауға, сосын шашлык және сопқа тапсырыс бергенбіз. Және қалай ойлайсыз, қанша бізде ақша кетті соның бәріне? Көрсетші? 10.340 теңге. Иә, 10.340 теңге. Бір палау, 2 шашлык және пика сок. Осында аквапаркта бір үлкен бассейн бар. Сосын анау детский және тағы бір кішкентай, ол анау горкалардан түсетін. Және душевая хамам ішінде. Қазір біз хамамға бар жатырмыз. Тондық. Парилкадан сразу мне бассейн сыртқа шығады. Осы жерден көңіліміз қалды. Бір адамға бағасы 9.000 теңге, екі адамға 18.000 теңге төледік. Және сол бағаға бір үлкен бассейн, сосын андай кішкентай бассейн және екі горка кіреді. Бағасы өте қымбат. Біз 2021 жылы Ақтауда болғанда анда екі аквапаркқа барғанбыз. Біреуі Tree of Life, бағасы 5.000 теңге болған бір адамға. Осы аквапаркқа қарағанда жақсырақ. Және Тетис Блю, сонда ол вообще оны Риксистің жанындағы аквапарк 11.250 теңге болған сол кезде бағасы. Ол надан бір 10 есе жақсырақ шығар. Бурабайдағы жалғыз аквапарк, оның өзінде таксиде. Біз шықтық. Келуге кеңес бересің ба? Жоқ. Айта алмадым енді мына аквапаркта, вообще сөз жоқ. Сөз жоқ дегенде не круто, а не очень красиво.